Армысыздар, құрметті Airnews каналының көрермендері. Әлемдегі ең қызықты және маңызды жаңалықтар. Бізбен бірге болыңыздар. Соңғы 18 жыл ішінде Корея ақпараттық технологиялар саласында көшбасшы елге айналды. Information and Communications Technology даму индексі бойынша кірістер Скандинавия мемлекеттері, Швеция, Дания, Финляндия мемлекеттерін озып 152 елдің ішінде бірінші орынға ие болды. Индекс халықаралық телекоммуникация одағына мүше елдерді қарастырып, 3 критерий бойынша баға береді. Ол қолжетімділік, қолданыс және біліктілік. Корея қолданыс жөнінен бірінші, біліктіліктен екінші, қолжетімділіктен 10-шы орында. Сондай-ақ аталмыш мемлекет интернетке қолжетімділік бойынша өте жоғары көрсеткішке ие. Қысқа уақыт аралығында мұндай жетістікке Оңтүстік Корея қалай жетті деген мәселеге келер болсақ, ең бірінші атап өтетін жайт бұл мемлекеттің ақпараттық технология секторын құруы. 1980 жылдары мемлекеттік зерттеу ұйымдары коммутациялық телефон жүйесін дамытып, ақпараттық технология бойынша белді мамандар аталмыш индустрияны жекешелендіруді ұсынды. Оңтүстік Кореяға көшіп қонушылардың жалпы саны 1990 жылдан бастап өсуде. Ал 2015 жылы олар бүкіл халықтың шамамен 3,69%-ын құрады. Корея Республикасы соңғы жылдары иммиграцияны қатаң бақылауды жеңілдету, заңсыз иммиграциямен күресу және шетелдік жұмысшыларды тарту үшін бірқатар саяси шараларды біртіндеп жүзеге асыра бастады. Қазіргі таңда елде 2,5 миллионға жуық тіркелген шетелдік азаматтар бар. Бұл жалпы Корея халқының 51,8 миллионының 4,8%-ын құрады. Шетелде тұратын корейлердің саны 7,5 миллионнан асады. Негізгі қоныстану мемлекеттерінің ішінде ақш, тмд елдері, Жапония, Қытай, Австралия, Канада. Қазіргі таңда соңғы демографиялық өзгерістерге қарамастан шетелде тұратын кореялық азаматтарды отанына қайтару үшін жүйелі күш-жігер қолданылып жатқан жоқ. Кореяда 90-шы жылдардың ортасында батыстың электропоп, хип-хоп, заманауи R&B, регги, электронды би сынды музыкалық жанрлардың элементтерінің бойына жинаған жаңа музыкалық жанр пайда болды. Бұл жанр 1999 жылы музыка индустриясы саласындағы көшбасшы медиа болып табылатын Billboard басылымының Корея поп-музыка саласына арналған кезекті санында K-pop деген атауға ие болды. Алғашында тек музыкалық жанр ретінде пайда болған K-pop көп ұзамай миллиондаған әлем жастар арасында танымалдылыққа ие болып, оңтүстік кореялық сән мен стильге еліктеген жастардың субкультурасына айналып үлгерді. Көпшілікке танымал болған K-pop кореялық IT индустрия мен жаһандық әлеуметтік желілердің дамуына ілесе отырып, оңтүстік шығыс Азия мен Тынық мұхит аймағына, бертін келе Қытай мен Орталық Азия, Шығыс Европаға, күні бүгінде Батыс Европа мен ақш-қа да танымал болуда. Жаһандану мен ақпараттық жаңа технологиялардың дами түсуі дүние жүзі бойынша K-pop табынушылар санының артуына басты себеп болды. Airnews тілшілері сіздер үшін ең маңызды ақпараттарды дайындады. Бұдан әрі көретіндеріңіз. Оңтүстік Кореяның қазіргі уақытта экономикалық жағдайы қандай? Оңтүстік Корея коронавирустық жағдарыспен қалай күресіп жатыр? Халлю қазақстандықтарды несімен қызықтырады? Бағдат Әлімхан қызы мен Зарина Джаканова қойылған сұрақтарға жауап беруге дайын. Қазіргі уақытта Оңтүстік Корея экономикасы дамыған және макроэкономикалық көрсеткіштері жоғары ел болып саналады. Оңтүстік Кореяның қарқынды дамуының құпиясы ресми тәуелсіз фирмалар тобы болып табылатын суперкорпорациялар. Трансұлттық корпорациялар ең алдымен тікелей инвестициялар негізінде жұмыс істейді. Дамыған елдер шетелдік инвестициялардың капиталды экспорттаушылары. Қазіргі кезеңде барлық шетелдік инвестициялардың 90%-ға жуығын қамтитын 500 ірі трансұлттық корпорациялар тізіміне кіретін 15 компания Оңтүстік Кореяда орналасқан. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіндегі халықаралық қатынастар факультетінің PhD докторы Сырым Маратұлы өзінің сараптамалық көзқарасын білдірген болатын. Азиялық барыстар деп біз Оңтүстік Корея, Сингапур және Гонконг, Тайвань осы 4 мемлекетті атайды. Оның атау себебі бұлардың қысқа уақыт мерзімінде дамушы мемлекеттен дамыған мемлекет ретінде қалыптасуына байланысты қойылған термин, атау болып табылады.
Жалпы айтатын болсақ, соңғы 30-40 жылда Сингапурда, Оңтүстік Кореяда және Тайваньда, Гонконгта әсіресе экономикалық қарым-қатынастар бойынша, экономикалық әл-ауқатты дамыту бойынша елеулі жетістіктерге қол жеткізді. Атап айтқанда, мысалы, Оңтүстік Кореяға қатысты айтатын болсақ, Ханган өзенінің жағасындағы керемет дейді, болмаса Чудо на реке Ханган деп айтады. Мысалы, оны қалыптаспаған экономикалық термин, себебі 15 жылдың, 20 жылдың ішінде Оңтүстік Корея артта қалған аграрлы мемлекеттен дамыған мемлекеттердің қатарына қосылды. Және 90 жылдардың басынан бастап жыл сайын оның жалпы ұлттық өндірісінің көрсеткіші 10%-дан жоғарғы көрсеткішті көрсетіп отырды. Осыған байланысты Оңтүстік Корея соңғы 20 жылдың ішінде жалпы дамыған мемлекетке айналды. Және әлемдегі G20 деп айтады ғой, алпауыт 20 мемлекет, G20 деп айтады. Осы 20-лықтың қатарына кірді. Қазіргі кезде жалпы ұлттық өндірісінің көрсеткіші бойынша әлемде 11-ші орында тұр. Корея дегенде не деп айтады? Нені ойға келеді деп бірінші сұрақ қоятын болсаңыз, көбісі айтады сізге LG, Samsung, мысалы, смартфон, болмаса электрондық құралдарды айтады, мысалы, видеомагнитофон деп айтады, мысалы, телевизор, теледидар, смарт TV, басқа да, холодильник, тоңазытқыш, мысалы, болмаса Hyundai деген кезде машинаны, мысалы, яғни Кореяның сипаттап беретін мәдени культура, яғни мәдени кодтардың элементтерінің бірі. Бұл элементтер жалпы Кореяның имиджін, халықаралық имиджін қалыптастырады. Және осы имидждің арқасында мемлекет әлеуметтік жағынан болсын, мәдени жағынан болсын, экономикалық жағынан болсын, саяси жағынан да болсын, яғни халықаралық үрдістердегі кез келген шешуші, яғни шешім шығарушы процестерде елеулі рөл ойнай алады деп айта аламыз. Ал COVID-19 пандемия кезеңіндегі Оңтүстік Корея жағдайы қалай болды? The Diplomat басылымы берген ақпаратқа сүйенсек, Оңтүстік Кореяның пандемия кезеңіндегі жалпы ішкі өнімі 1%-ға ғана төмендеген. Бұл көрсеткіш экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына мүше мемлекеттердің ішіндегі жалпы ішкі өнімінің ең аз төмендеген мемлекет ретінде белгілі болып отыр. 2021 жылдың 13 наурызына дейін Оңтүстік Кореяда COVID-19 коронавирустық инфекциясының 95.176 жағдайы тіркелсе, оның ішінде 86.625 адам емделіп шықты. COVID-19-дан қайтыс болғандардың саны 1667 адамды құрады. Осы жерде туындайтын сұрақ, Оңтүстік Корея коронавируспен қалай күресуде? Оңтүстік Корея пандемия кезеңі басталған соң бірінші кезекте инновациялық және қуаттылығы жоғары скринингтік орталықтарды салды. Және пандемия басталғаннан бастап тестілердің жеткілікті мөлшерін қамтамасыз ету үшін медициналық қондырғыларды құрастырып шығаратын жеке сектордағы фирмалармен тығыз жұмыс істеді. Елде 600-ге жуық скринингтік және тестілеу орталықтары мен 150 диагностикалық зертханалар жұмыс істейді. Олардың сыйымдылығы 2020 жылдың қараша айына дейін тәулігіне 110 мың сынақты өткізе алды. Оңтүстік Корея науқастарды оқшаулау, карантинге жатқызылған адамдарға қолдау көрсету қызметін жоғарылатты. Жұқтырған науқаспен байланыста болған адамдарды ерекше мұқият қадағалады. Жүздеген эпидемиологиялық барлау офицерлері осы іздестіру жұмыстарына жұмылдырылды. Оңтүстік Корея науқастарды оқшаулау, карантинге жатқызылған адамдарға қолдау көрсету қызметін жоғарылатты. Жұқтырған науқаспен байланыста болған адамдарды ерекше мұқият қадағалады. Ел тұрғындарына инфекция жұқтырған аймақ туралы хабарламалар жіберіліп, науқастың қозғалу бағыты арнайы сайтта жарияланады. Мемлекет бірден корейлерге де, шетелдік азаматтарға да емделуге кеткен барлық шығындарды өтеуге міндеттеме алған еді. Оңтүстік Корея басқа мемлекеттермен салыстырған кезде осы пандемия таралған коронавируспен күресу және оның алдын алу және жайылып кетпеуіне жол бермеу іс-әрекеті бойынша үлгілі мемлекеттердің қатарына қосылды. Себебі дер кезінде іс-шараларды өз уақытысында атқару бойынша бұлар әлемдік деңгейде жоғары позицияда тұр. Сонымен қатар Оңтүстік Корея қазір кездегі пандемия кезінде локдаун жасамаған аз мемлекеттердің біреуі. Яғни олар мысалы Қазақстанмен салыстырғанда
белгілі бір аймақты толығымен жауып тастап азаматтардың жүріс тұрысының қозғалысының жаңағы шектеу қою іс-шарасымен айналысқан жоқ. Себебі үкімет бұл нәрсені өзінің азаматтарына сеніп тапсырды, яғни әр азаматтарға айтылды. Жаңағы үкімет әрине коронавирусқа шалдыққан жағдайда сіз әрқашан көмегін аямайтынын жеткізді. Тек жаңағы жұқтырмау мәселесінде жаңағы әр адам өзін жауапкершілікті өз мойнына алса екен, әр азамат өзі бұл нәрсені жауапкершілік дегенде азаматтық борыш ретінде қараса екен деп жариялаған болатын. Халлю дегеніміз Корей толқыны. Оңтүстік Кореяның ойын-сауық индустриясын, толығырақ айтқанда поп-музыка мәдениетін, кинематографиясын, телехикаясын, музыкасын, тағамын, сән индустриясын, тарихи жауынгерлік өнерін дәріптеу. Оңтүстік Корея халлюмен байланысты тауарды экспортқа шығару арқылы ғана 2019 жылдың өзінде 12,3 миллиард доллар табыс тапқан. Осы Корей толқыны Қазақстанға 2006 жылдан бастап келді. Еларна, Хабар, Қазақстан, Таң, Рахат телеарналары арқылы менің жүрегімдегі күз, Шақыру, Вабанк, Жұмың атты телехикаялар орыс және қазақ тілдеріне аударылып көрсетіле бастады. Поп-музыка саласында да Корей кей-поп жанрының әсері байқалады. 2015 жылы елімізде 91 тобы құрылып, қазақстандық эстрада саласында Q-pop дейтін жанрдың қалыптасуына себепші болды. Бертін келе шыққан Ньютон, Теннис, Seven Light, EQ, Жүзім, Crystal сияқты әншілер тобы жас тыңдармандар арасында кеңінен танылып келеді. Жалпы Корей түбегіндегі жағдаятты айтатын болсақ, Оңтүстік Корея қазіргі кездегі өзінің экономикалық жетістігімен, өзінің жаңағы саяси жетістігімен және мәдени дамуының арқасында әлем қауымдастығындағы өзінің жаңағы ерекше рөлін алып отыр. Оңтүстік Корея мен жаңағы азиялық барыстар Сингапурдың әрекетіне қарап халықаралық және аймақтық қатынастарда middle power деп айтады, яғни орта күш деген ұғым қалыптасты. Орта күш деген нені білдіреді? Яғни ол ұлы держава емес, жаңағы аймақтықта держава емес, соның ортасы. Яғни өзінің экономикалық, әлеуметтік, саяси жүйесімен бұл әлем қауымдастығының назарына ілігіп, әлем қауымдастығының, әлем халықтарының назарына ілініп, оларды өзіне тарту күшіне ие деп айта аламыз. Яғни оның ұлы держава болмаса да өзіндік жаңағы әлемдік және халықаралық қатынастардағы центр, орталық ретіндегі, тартылу күші орталық, ядро ретіндегі өзінің орны бар деп айта аламыз. Соның бірі жаңа Оңтүстік Корея. Оңтүстік Корея жалпы өзі осы жұмсақ күш, яғни soft power және орталық жаңағы держава, яғни middle power ретіндегі несінің сипаттамасына тоқтала кететін болсақ, өздеріңіз білесіздер, қазіргі кезде жұмсақ күш ретіндегі Оңтүстік Кореяның аймақтағы ықпалы орасан зор. Бір ғана мысалы ол кей-поп, жаңағы халлю, яғни Корей толқыны деп аталады. Халлюмен бүкіл Қытай, Қазақстан, Орталық Азия, болмаса Европа мемлекетінде де және Шығыс Азия, Оңтүстік Азия мемлекеттері мысалы және бүкіл континенттерде ол кеңінен танымал. Корей поп музыка өнер иелерінің мысалы туындылары қазіргі кезде барлық континенттерде кеңінен жайылған. Осымен біздің бүгінгі шығарылым өз кезегіне де жетті. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Келесі шығарылымда кездескенше қош сау болыңыздар.